Самарқанның көк тасы еріп, күн мен түн тенеліп, ескі жыл өтіп, жаңа жыл жылан жылы келді. Жыланның тегі суық әрі қауіпті болғанмен, қазақ тарихына көз салсақ, көне заманнан бері жылан жылы құт береке, байлық, молшылық, зор несібесімен дәулетке толы болып келеді. Тәуелсіздігіміздің 10 жылдығына да осы жылан жылы куә болды. Тағы да басқа тарихта болған есте қалатын сәттердің бәрі жылан жылына орындалған. Негізінен жылан жылы көптеген шығыс елдерінде парасаттылықтың, сенімділіктің символы болып табылады. Келген жыл иесінің қасиеттерін жақсыға балап, ерекше үмітпен қарсы аламыз. Ağaçlar